Баршаңызға сәлем, есімім Аяулым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай нәзік әрі ерекше бисквит дайындайтын боламыз. Ерекшелігі әрбір қосатын заттарыңыздан тек қана 12 ас қасықпен ғана кететін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және таразы керек етпейді. Дәмі деген ерекше болып шығады. Бисквитімізді дайындау үшін ең алдымен 3 жұмыртқамызды жарып ыдысымызға саламыз. Және оның үстінен 12 ас қасық қантымызды саламыз. Барлық қосатын заттарыңыз 12 ас қасықтан қосылады. Осыны салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлегенде 2 есеге ұлғаюы керек. Және де осының үстінен 12 ас қасық сүтімізді құямыз. Кез келген проценттегі бола береді. Және де 12 ас қасық сұйық май қосамыз. Видеода менде түспей қалыпты. Сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып аласыздар. Араластырғаннан кейін үстінен 12 ас қасық ұнымызды да дәл осылай салып аламыз. Ұнымыздың үстінен 1 ас қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап меншіктің көмегімен араластырып аламыз. Ортасында іртіктер қалып қалмасын, жақсылап араластырасыздар. Ыдыстарыңызды дайындап, пештеріңізді қыздырып, 30 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей біздің бисквитіміз дайын, өте ерекше болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео шығатын болады. Сіздермен болған Аяулым. Рахмет.